Танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатов пен Мөлдір Мұқанованың кенже қызы Айару әлеуметтік желідегі парақшасында әкесіне қатысты жазба жариялады. Әзілкештің қызының айтуынша, қазіргі болып жатқан жағдайларға қарамастан, Тұрсынбек Қабатов ол үшін әрдайым ең жақсы, мейірімді әке болып қала береді. Ол қазір бәрі оны жаман адам деп айта бастайды. Бірақ ол мен үшін ең керемет әке болып қала береді. Мен оны әлемдегі барлық адамнан артық жақсы көремін әрі қатты бағалаймын. Мүмкін жақсы күйеу бола алмаған шығар, бірақ әке ретіндегі орны бөлек осы жылдар бойы өз махаббатын ісімен дәлелдеп келеді. Қазір қарым-қатынасымыз жақсы, бәрін ашып сөйлесіп алдық. Мен үшін адамдардың оны жамандап, жек көретіндерін жазғандарын оқу өте ауыр. Себебі жақын адамыңа тіл тигізсе, жүрегің ауырады, бар күшіңмен қорғағың келеді. Бірақ менің оны қорғап жүргенімді ешкім көрмейді. Мәңгіге әкемнің қызымын. Желі қолданушылары Айарудың жазбасынан кейін оған түрлі сұрақтар қоя бастады. Сонда Мөлдір бәрімізді бұғаттап қойды деп өтірік айтты ма? Анаңыздың сұхбатта балаларды бұғаттап қойған дегені ше, онда неге анаңыз бәрімізді бұғаттап қойған, сөйлеспей жүр деп айтты деп сұрақ қойған. Айару бұл сауалдарға жауап беріп, қазір әкесімен қарым-қатынасы жақсы екенін айтты. Анам сұхбатта әкемнің кей кездері белгілі бір себептермен бізбен хабарласпай, сөйлеспей жүрген сәттері болғанын айтқысы келді. Өз басым қазір әкеммен жақсы араласамын, бірақ отбасымызда онымен аса жақын емес адамдар да бар деп жауап берген ол. Сондай-ақ көпшілік Айаруға жылы пікірлер қалдырып, оны қолдады. Сен бәрін дұрыс деп жатырсың. Әкеңе анаңның көзімен емес, өз көзіңмен қара. Ең маңыздысы әкеңнің сен үшін жақсы адам болғаны. Ересектер өз мәселесін өздері шешсін, балалар ешқашан зардап шекпеуі керек, осының барлығы анаңның тәрбиесі. Дұрыс, қандай жағдай болса да әкеңді қорға, ол сендерді жақсы көреді. Тұрсынбек Қабатовтың бұрынғы әйелі Мөлдір Мұқанова ажырасуға себеп болған жайттарды ашып айтты. Сырын атқарған ол біраз шындықтың бетін жайып салды. Отбасымыздың ойранын шығарған адам туралы әңгімені дәл осы әдемі жерде айтқым келмейді. Керек емес те. Нақты олай жасады деп айтсам, шек жоқ. Толып жатыр. 14 жыл бір адам. Мықты болудан да адам шаршайды. Мықты болғаннан керемет болдым деп айтпаймын. Қиналдым. Тұрсынбек тоқтатты. Ұстап қалды. Таңғы уақыт. Өте қиын болды. Себебі екеуі шетелге барып келген екен. Ол кезде мен де Дубайды көрмеген едім. Тұрсынбек Дубай деген осында екен деп видеоларын көрсетіп жатты. Түнде дастархан жасап шығарып салдық. Таңға ұшатын болды. Бірінші рет шетелге тапсырыспен бара жатыр. Концертпен, тоймен. Біз мәзбіз. Әскерге бауырын шығарып салған секілді. Барамыз, жұмысымызды атқарамыз, қайтып келеміз деп айтқанда жүрегім жүріп кетті. Дубайға бара жатсың ғой, мен де еріп барайын деген арамдық жоқ қой менде. Барып келген соң ол да көрсінші, ең құрымағанда телефон арқылы дегендей видеосын көрсетті. Дубайдың әдемі жерлерін көрсетті, видеоны былай көрсетіп жатқанда қасында бір адам тұр. Сосын қане, тұра тұршы деп видеоны жылжытып қаламын, Тұрсынбек шошып кетеді. Ол өзі байқамай қалды оның видеода бар екенін. Ана жерде мен қоярға жер таппай терезеге қарай жүгіремін. Оған дейін де бірге жүргендерін естіген әңгімем бар. Мен қойдым, болды, біз тоқтаттық деп мені ұстап тоқтатып қойып жүрді ғой. Біздің отбасымыз ажырамайды дегендей. Сондай сәттерде болған. Осы күні ойлап қарасам, ондай уақытта адам ойлана алмай қалады екен. Ауыр ғой. Сенің сенген адамың, азаматың жұмыспен кеттім деп осындай әрекетке барып келгені, және осы уақытқа дейін болды, бізде бәрі тоқтатылды. Ана жақ тыныш. Міне, мен сенімен ғанамын, адалмын деп сендіріп. 19 миллионбыз ба Қазақстанда. Оның ішінде концертке баратыны қанша екенін білмеймін. Қанша адамды аузына қаратып сендіріп отырған, күлкі сыйлап отырған адам бір Мөлдірді алдай алмай ма? Әдемі күлкімен, әзілмен жеткізеді. Мені сендіріп 8-9 жылға дейін созды. Одан ары қарай наглет етті деген сөз дұрыс шығар, ашық түрде алмаған не істейсің дегендей үйде болмайды. Келмейді, арыз жаздым. Жазған соң бір кездесейік, бір сөйлесейік деген хабарлама болмады. Көрген жоқпын. Достық қатынас қалса екен деген оймен кездескім келеді. Қайтадан қосылайық деген ой мүлде жоқ.
Себебі болатын нәрсенің бәрі болды. Мен қолымнан келгенше отбасыны сақтап қалғым келді дейді әзілкештің бұрынғы әйелі. Енді Тұрсынбектен ондай күткен жоқпын, бар ғой, шын айтайын. Тұрсынбек деген мен папамның, көкенің кумирі еді кәдімгідей. Көке деген фанаты Тұрсынбектің, Тұрсынбек деп отыратын. Көз алдымда дәрежесі ниже плинтусқа түсіп кетті ғой. 14, еще 3 баласы бар дейді. Жаңағы неден. Қалай осында өзі қыз өсіріп отыр, мамасында бір әйелді жылатып қойып, жаңағыдай қылып та өрімдей қылып 21 жасында алған мөлдірді. Қыз қылып алған, 5 бала тудырып, жылатып қойып, екінші әйелге кетіп, соңғы жағында нағылы жүріп, вообще қорқайын дедім мен деген бар. Қыздарымызға қорқайын дедім ол мен. Сол интервьюға қарап түсінуге болады да. Мөлдір айтты ғой, енді 14 жылдан бері шыдап келе жатырмын, қояр, болды жаңағыдай не істер депті, өз-өзіне келер деп күттім деді ғой. Бірақ міне, осы жерде мына сөз түсінуге болады. Қадіріңді білмейтін жерде 1 минутта қалма деген сөзі. 14 жыл бойына күтті, қадірін білді ма? Келді ма қайтадан? Есін жейді ма? Жоқ. Есін жиған жоқ. Соңғы жағында тіпті басынып кетті. Сен бұға берген сайын үстіңнен сұға берді. Сөйтіп 14 жыл уақыты кетіп қалды да. Ойлашы, 14 жыл бойына ол қандай стрессте, қандай депрессияда, өз-өзін құнсыздандыру, әйел адамның жаңағыдай затын сындырады, ол деген самооценкасын сындырады. 14 жыл бойына сондаймен өмір сүріп келген да мөлдір. Соған қарап, өзіңнің қадіріңді білмейтін жерде 1 минутта қалма. Баяғы жартас, сол жартас ауру қалса да әдет қалмайды дейді ғой. Өзгермейтін адам өзгермейді екен. Бір рет қателесті ма, уже қою. Енді айтайын, мына жерде енді хотя бы Тұрсынбек ажырасып кетіп, содан кейін барып басқа әйелге үйленсе, онда уже ажырасып кетіп үйленіп отыр ғой дейсің. Мына жерде әйелі үйінде отыра тұра, әйел көніп күтіп отыр әлі де. Бала шағамыз бар ғой, елге жұртқа ұят болмайық, Тұрсынбектің дәрежесін түсірмейін деп мөлдір үйінде 14 жыл бойына күткен да. Ал ол ана әйелге 3 бала тудырған дейді. Әйелінің үстіне әйелмен жүріп тұр ғой енді. Бұндай еркектердің түбі неге алып баратын айтайын. Қазір жас, билік бар, жаңағыдай жастығың бар, әлде абыройың бар деген сияқты. Бірақ менің айналамда да, өзімнің көзіммен көрген нәрсемді айтайын деп тұрмын. Менің айналамда да ондай адамдар бар. Не болды? Айтайын ба? 3 әйел алды, 4 әйел алды, 5 әйел алды, 6 әйел алды, неше рет үйленсе де, бір баласы қазір сол әкесінің бетіне қарамайды, ешқандай әйелі жанында емес, жалғыз өзі қу тізесін құшақтап жүр. Ондай еркектердің жазасы қартайған шағында болады екен. Мен түсінгем, 50-ден 60-тан асқаннан кейін ондай еркектер ешкімге керек емес болып қалады. Манағы бірінші әйеліне де, екінші әйеліне де, үшінші әйеліне де, тоқалына да, топсасына да ешкімге керек емес болып қалады. Балаларына да керек емес болып қалады. Балалар да уважать етпейді, потому что кезінде қиналған кезде балаларының жанында болмағандықтан, шешесіне андай зұлымдық жасап кеткендіктен балаларды әкесінің қартайған шағында қабылдамайды. Соңында қартайған шағында әркімнің есігін қағып, торауылдап, жалғыз өзі қу тізесін құшақтап, жалғыз қалып қояды. Ал әйелші, әйел сол бала шағасымен әрі қарай келін алып, қыздарын күйеуге жіберіп, ол жалғыз қалмайды. Ол керісінше уақыт өте келе тыныштыққа келеді жаны. Ал ондай еркектердің түпкі жаңағы апаратын жолы жалғыздық. Ол еркектің әке-шешесі өмірден өтеді, балалары қабылдамайды, бірінші, екінші, үшінші әйелі тоқал, соқал, ешкім қабылдамайды, соңында өзі қалып қояды бүйтіп. Сондай. Бұл жерде енді нәпсісін жеңе алмаған еркектің бейнесін көруге болады. Өзінің тым жақсы өрімде әйел болды, қыз қалып алды, бала шағасын туып берді, үйін ұйытып отырды кәдімгідей. Тым жақсы семья болып отқан жерінен біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді дейді ғой. Тойып секірді да. Соңында Құдай да оны қартайған шағында тойдырады да. Сол үшін, ер адамдар, сендер всегда жас, всегда биліктерің бар қолдарыңда, всегда ақшаларың бар, всегда авторитеттерің бар болып қалмайсыңдар. Bir күні сендерден де билік кетеді, бір күні сендерден де дүния кетеді. Сол кезде жаныңда қалатын жақының, бала шағаң екенін ұмытпаңыздар. Бұл өмірдегі ең басты байлық ол сенің жақындарың, бала шағаң. Дүния бірде бар, бірде жоқ. Жастық шақ өтеді де кетеді. Уақыт деген зымырап, артына шаңына да ілестірмей қалады. Сол үшін қадірін біліңдер. Ертең қартайған шақтарыңда әркімге күлкі болып, не үйің жоқ, не күйің жоқ, бала шағаң жоқ, жындадан ұқсап қалмайды. Жастық шақ мәңгілік емес, қартаясыңдар, таяққа сүйенесіңдер.
ауырту кезде қастарында бала шағаларың ғана қалады. Құдай-ау. Қазір жүресіңдер ғой әр қатынның атынан. Кезінде әкеміз сап кетті дейді да. Уже ауырған кезде бала шағасын іздейді дейді да. Ана қауқары бар кезде, билігі, ақшасы бар кезде бізді іздеп келіп, ой асырайын, мына балам не жеп жатыр, не ішіп жатыр деген жоқ дейді. А қауқары кетіп, уже денсаулығы жоқ болған кезде балаларым деп іздеп отыр дейді да. 3 түрлі әйелден 6 баласы бар екен. Енді үшеуінен де ажырасып кеткен екен, қазір жалғыз өзі қалды дейді, ауырып қалды дейді. Енді ешкім бақпай жатыр дейді жаңағы нені, еркекті да. Кезінде шешеміз тастап кетті, шешеміз өзі көтерді, бізді өзі бақты деп, ешқандай баласы қолына алмай отыр екен. Анау туалетке бара алатындай жағдайда емес екен жаңағы қыздың әкесі. Қыз жазып отқан маған да. Сөйтіп көрдік, әкеміздің сондай состояниесінде жазып жүріпті да маған. Соны түсінбейді ер адамдар деп та. Мен жылмайды ішім әкеме деп жазып жіберіпті ана қыз. Ер кісілер де жазып жіберген. Біздің де әкеміз типа қартайған шағында келді, үйге кіргіздік, шайын бердік, бірақ вообще ішім жылаған жоқ дейді. Бір әкем-ау деп бүйтіп қараған жоқпын дейді. Себебі ол жоқ кезде қалай қиналғанымыз менің әлі көз алдымда дейді да. Шешемнің қалай күнімен түнімен жұмыс жасап біз үшін жаңағыдай еңбек еткен әлі көз алдымда тұр дейді да. Мен әкем тек әке деген ғана бір аты ғана болмаса, атап бір әке деген махаббатты вообще сезінбеген мен ол адамнан дейді. Ер баланың өзі де сөйтіп жазды ғой.